Қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қазақтың ұлттық тағамы бауырсақты пісіруді үйренетін боламыз. Ендеше кеттік. Ол үшін ең алдымен бізге жылы сүт қажет болады. Сүтті ыстықтау қылып алсаңыздар да болады, себебі сүттеріңіз салқын болып қалатын болса, қамырымыз көтерілмей қалады. Жылы сүтіміздің үстіне бір жұмыртқа саламыз. Оның үстіне қант саламыз. Оның үстіне тұз қосамыз. Және де дрожь саламыз. Араластырамыз. Енді оның үстінен аз-аздан ұн қоса отырып, қамыр илеп аламыз. Қамырымыз жұмсақ болып шығу керек. Өстіп үстінен ақырында қосып отырамыз. Мінеки біздің қамырымыз осындай жұмсақ болып шықты. Енді қолымызды маймен майлап, қамырымызды бір басып аламыз. Мінеки қамырымызды маймен жақсылап басып алдық. Енді оның үстін жауып, жылы жерге орап, 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Қараңыздар достар, біздің қамырымыз осылай әдемі болып көтерілді. Енді біз оны 2-3 бөлікке бөліп, күлшелеп аламыз. Достар, мен 2 бөлікке бөліп алдым. Енді біз бұл қамырды жайып, өзіңізге ұнаған размерлерде кесетін боламыз. Қамырларымды осындай бөліктерге бөліп алдым. Сіздер доңғалақ қылсаңыздар да болады. Өздеріңізге кез келген ұнаған бөлшекте істей бересіздер. Қалыңдығы 1 см болса жеткілікті. Жұқа қылып жібермеңіздер, ортасы қуыс болып қалады. Майымызды жақсылап қыздырып, бауырсақтарымызды пісіруге кірісеміз. Оттың асты орташа болу керек. Егер де қатты болып кететін болса, бауырсақтарымыздың сырты күйіп, ортасы піспей қалады. Ендеше кірісейік. Апа, қарашы, бауырсақтар өрленіп пісіпті. Сонымен достар, біздің бауырсағымыз дайын, өте үлпілдек, әдемі болып шыққан. Мен сіздерге ортасын көрсетейін. Мінекей қараңыздар, ортасы толықтай піскен, өте керемет. Дәмін айтып жеткізу мүмкін емес. Осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде де осындай бауырсақтар шығатын болады. 100% кепілдік беремін. Ендеше рецепт ұнаса, лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңырау шаны басып, мені қолдап кетіңіздер. Ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.